Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін өте керемет болып шығатын альфредо пастасын дайындайтын боламыз. Өте оңай, өте тез дайын болатын тағамның бір түрі. Қайнап тұрған суымызға спагеттимізді салып, майымызды, тұзымызды салып пісіріп аламыз. Қызып тұрған қазанымызға майымызды салып, үстіне кішкене май құйып, ертіп аламыз. Туралған пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Тауықтың төс етін алып, осылай ұсақтап турап, жақсылап қуырып аламыз. Дәмдеуіштерімізді саламыз, тұзымызды, паприкамызды, бұрышымызды салып, араластырып, жақсылап қуырамыз. Отымыздың астына жай қойып, қазанымыздың бетін жауып, 10-15 минутқа қуырамыз. Помидорымызды саламыз. Спагеттимізді саламыз. Жақсылап араластырып, 1-2 минут қуырып аламыз. Менің арнамның дамуына үлестеріңізді қосып, лайк басып, маған тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қаймағымызды саламыз. Су құямыз. Майлы сүтімізді құямыз. Мен үстіне тағы кішкене қойытылған сүтімді құйдым. Жай отта 5-10 минутта осылай қуырып аламыз. Үккіштен өткен сырымды бетіне салып, бетіне укропымды салып, дастарханға ұсынамыз. Өте оңай, өте дәмді болып шығатын альфредо пастамыз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Ният Нұршат.